Сәлеметсіңдер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әлемнің таңғажайып кітапханалары. Жаңа сабақты бастамас бұрын сабақтың жоспарымен таныстырып өтейін. Әлемдегі ғажайып кітапханалар әлемнің ең танымал 12 кітапханасы. Адамзат баласына керекті рухани байлықтың бәрі кітаптан табылады. Ал енді білімнің қайнар бастауы болып саналатын кітапты жинақтап, сақтайтын, оны оқырмандарына жеткізетін қасиетті орын кітапхана. Қазіргі әлемде кітапханалар ең саналы адамдар бас қосып, пікір таластыратын және түрлі идеяларын ұсынатын маңызды әлеуметтік құрылымдарға айналды. Назарларыңызға әлемдегі кітап қоры жағынан ең бай, көлемі бойынша ең ауқымды, оқырманы өте көп, пайдасы ұшан теңіз кітапханалардың тізімін ұсынамын. Конгресс кітапханасы, Вашингтон, Колумбия округы. 3 ғимараттан тұратын әлемдегі ең үлкен кітапхана ақш-тың ұлттық кітапханасы. Конгресс кітапханасы елдегі ең көне федералды мәдениет мекемесі болып табылады. Кітапхана қоғам үшін ашық болғанымен тек конгресс мүшелері және үкіметтің басқа да маңызды тұлғалары онда кітаптарға қол жеткізе алады. Керемет ғажайып кітапхана коллекциясында 32 миллион кітап, 61 миллион қолжазба, тәуелсіздік туралы декларацияның алғашқы нұсқасы, Гутенберг киелі кітабының тамаша пергаменттік нұсқасы мен басқа да басылымдар жинақталған. Бадлейн кітапханасы, Оксфорд, Ұлыбритания. 1602 жыл Оксфорд университетінде құрылған кітапхана. Еуропаның ең көне кітапханасы болып саналады. Кітапханада 11 миллионнан астам тарихи маңызы бар құжаттар жинақталған. Оның ішінде 4 дана ұлы хартия еркіндігі көшірмесінің 4 данасы, Гутенбергтің киелі кітабы, Шекспирдің 1623 жылы шыққан алғашқы фолианты бар. Британ мұражайының оқу залы, Лондон. Британ мұражайының оқу залы Ұлыбританияда ең үлкен кітапхана. 1999 жылға дейін кітапханаға кәсіби зерттеушілер ғана кіруге рұқсат етілген. Мұнда әр кездері Карл Маркс, Оскар Уайльд, Владимир Ленин, Махатма Ганди, Джордж Оруэлл, Марк Твен, Герберт Уэллс сияқты көптеген атақты тұлғалар зерттеу жұмыстарымен айналысқан. 2000 жылы кітаптар жинағы жаңа британдық кітапханаға көшіріліп, оның есігі көпшілік қауымға ашылды. Бостонның көпшілік кітапханасы, Жаңа Англия. 1848 жылы ашылған Бостон көпшілік кітапханасы ақш-тағы жұртшылық қаражатымен қаржыландырылған алғашқы кітапхана болды. Содан бері ол қазіргі ауқымға дейін өсіп, кітап қоры 22 миллион бірлікті құрады. Бұл оған ақш кітапханалары ішіндегі көлемі жағынан екінші орынды иеленуге мүмкіндік береді. 1895 жылы салынған Мак-Ким кітапханасының ғимараты көптеген әдемі фрескалармен безендірілген және оның ішінде қасиетті Граал туралы аңызды бейнелейтін Эдвард Эппидің ең әйгілі туындысы бар. Сиэтл орталық кітапханасы, Вашингтон штаты. Сиэтлдің керемет орталық кітапханасы 2004 жылы ашылды. Оның шыныдан және болаттан жасалған заманауи дизайнын сәулетшіл Рэм Кулхайс пен Джоуша Принц Расмус әзірлеген. Мұндай дизайнның мақсаты ашық және еркін кеңістік құруға арқылы жас ұрпақты жаңа оқырмандарды тарту және қалыптасқан кітапханалар қарапайым болу керек деген стереотиптерді жою болып табылады. Кітапхана жыл сайын 2 миллионнан астам келушілерді қабылдайды. Нью-Йорктың көпшілік кітапханасы, Нью-Йорк. Солтүстік Американың ең үлкен 3-ші кітапханасы болып табылатын танымал Нью-Йорк көпшілік кітапханасының коллекциясында 50 миллионнан астам бірлік бар. Ол өзі кезегінде 3,5 миллион адамға қызмет көрсететін 87 кітапханадан тұрады. Кітапхананың негізгі оқу залы ерекше тартымдылығымен көз қуантады. Америкада пайда болған алғашқы Гутенберг киелі кітабы кітапхананың арнайы жинақтарына жатады. Әулие Галиус ғибадатханасының кітапханасы. Швейцарияның ең көне кітапханаларының бірі болып табылады. Әулие Галлус ғибадатханасының орналасқан кітапханасында 160 мыңға жуық шығармалар жинақталған. Бұл 8 ғасырға жататын қолжазбалар сақталған монастыр жанындағы орналасқан әлемдегі ең көне кітапханалардың бірі. 1983 жылдан бастап дүниежүзілік мұра тізіміне енгізілген кітапхананың сирек қолжазбаларының көпшілігіне онлайн портал арқылы қол жеткізуге болады. Джейн Уокердің жеке кітапханасы. Джейн Уокер өз қаражатын қымбат жеке кітапхананы дамытуға жұмсаған американдық өнертапқыш әрі кәсіпкер. Ол өз кітапханасын Уокердің адамзат қиялының тарихи кітапханасы деп атайды. Әлемдегі ең ірі мұражайлардың бірі деп санауға болатын кітапхана. Уокердің
коннектикут штатындағы үйінде орналасқан және көптеген көне басылымдарды қоса алғанда 50 мыңнан астам кітапты қамтиды. Бұл кітапхананың әлемдегі ең ғажайып кітапхана деп аталғанымен көпшілік қауым үшін ол жабық. Джордж Пибоди кітапханасы, Балтимор. Джон Хопкинс университеті жанындағы ғылыми кітапхана Джордж Пибоди кітапханасы деп аталады. Пибоди институтының бір бөлігі болған кітапхана 1878-1967 жылдар аралығында қала билігінің басқаруында болды. Ал 1892 жылы Джордж Хопкинс университетіне беріліп, қазір онда университеттің арнайы кітаптар коллекциясы сақталуда. Александрия кітапханасы, Египет. Әлем ғажайыптарының біріне жататын Александрия кітапханасы ежелгі дәуірдің ең үлкен кітапханалары болды. 220 миллион долларға бағаланған кітапхана құрылысы 2002 жылы аяқталды. Кітапхана мәдени орталық ретінде жұмыс істейді. Қытайдың ұлттық кітапханасы, Бейжің. Азияның үлкен кітапханасы деп саналатын Қытай ұлттық кітапханасында 35 миллионнан астам кітап, қолжазба және тарихи коллекция бар. Кітапхана Чин әулеті 1644-1912, 1909-1912 жылдар аралығындағы Пекин қала орталығына құрылды. Қазір кітапхана жыл сайын 5 миллионнан астам оқырманға келеді. Кітапханадағы ең байырғы тарихи туынды осыдан 3000 жыл бұрын тасбақа қабығына жазылған жазу. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасының кітапханасы. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасының кітапханасы мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен 2014 жылдың 10 наурызында президенттің жеке кітапханасы мен жеке мұрағатының қызметін жүзеге асыру, Қазақстанның қалыптасу және даму тарихын зерделеу, президенттің идеялары мен бастамалары елімізге және шет мемлекеттерге ілгерілету мақсатында құрылды. Жалпы аумағы 30 мың шаршы метрден астам ғимарат аспанға зер салған көздің қарашығын бейнелейді. Үйге тапсырма. Дәрісте берілген әдебиеттерді және интернет материалдарын пайдалана отыра дәрісті толықтырып жазу. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті кітапханасы тақырыбында реферат жазу.